де сен кітапты осылай оқитын болсаң, онда кітап оқыған сені жалықтырады. Сәлем, менің есімім Рахат. Неге кітап оқыған адамды жалықтырады? Бұның әртүрлі себептері бар, және де мен өзім көп кітап оқымағанмын, бірақ та өзімнің тәжірибем және де басымнан өткен оқиғалар бар. Айтпақшы, мындай сөз бар: егер де сен кітап оқығанды жек көретін болсаң, онда сен өзіңе ұнайтын кітапты қолыңа ұстамағансың. Қазіргі уақыттағы сенің проблемаң қандай? Егер де таңертең тұрдан қиналатын болсаң, немесе таңертең ерте тұрдым, бірақ енді не істеймін десең, онда «Магия отырар» деген кітапты оқы. Осы сияқты өзіңнің проблемаң қандай, сол проблемаңды интернетке жазып, қандай кітаптар бар екенін көр, оқы, және краткий описанияларын қара. Екінші себебі жай оқу. Яғни минутына 100 сөз немесе 200 сөз оқу. Соның кесірінен кітапты оқыған жалықтырады. Өзіңе ұнаған кітапты тапсаң да, жай оқығанның кесірінен саған кітапты оқу қиынырақ және де жалықтырып жібереді, және де көп уақытыңды алады. Сондықтан сен ютубқа «Как быстро читать» немесе «Скорочтение курс» деп ютубтан қарасаң болады. Және де тағы да қосымша мәлімет, сіздің кітап оқуға уақытыңыз болмауы мүмкін. Бұл жерде жалықтырумен уақыт жоқтың айырмашылығы бар, бірақ та сіздің уақытыңыз болмаса, онда аудиокнига, өзіңіздің кітабыңыздың аты қандай, соны ютубқа жазсаңыз шығады. Мысалы, «Просто делай просто» аудиокнига десеңіз шығады. Осындай кітап оқығанның жалықтыратын себептері бар. Қиын болмаса, арнаға жазылып, лайк басып кет. Және де біліп қой, кітап қырық екі әріптің орындары алмастырылып қойылған жиынтығы.